Мына суреттегі кім? Мен емес. Мен емес. Сұрағым өте ауыр болуы мүмкін, бірақ жауап бер. Рахымжанға дейін өзге жігіттермен жақын қарым-қатынаста болдың ба? Әсия ханым, сіз ауруханада таныстым деп едіңіз ғой. Мен мамама вообще Рахымжанды таныстырған жоқпын. Етегі ерте түрілген қызымда жұрт көзінен тасыласам да, тәрбиеме көнбеді. 15 жасында ана атанған Перизат Манабаева ақ орамал тағып, құлағына сырға салынса да, бақытты бола алмады. Айтуынша, алғашында қылмыстан қашқан қайын жұрт қыз 18 жасқа толғанда үйден қуған. Себебін немеренің ДНК сынамасының теріс шығуымен түсіндіріпті. Алайда қыздың ата-анасы тест қорытындысына сенбейді. Сонымен 3 жасар Хамзаның әкесі кім? Рахымжан Жақсылықбаевтың ақиқаты қандай? Бүгін көреміз. Перизат, алғашында сен ол Рахымжанмен жігіт пен қыз болып жүрдіңдер. Жай кездесу. Ол жерде қол ұстасу жоқ, бел ұстау жоқ, жай кездесу. Одан кейін неге сендер сондай бір сұрақылыққа өтіп кеттіңдер? Кім себепкер болды? Күштеді ме, қинады ма, соны айтшы. Рахымжан себепкер болды. Ол кезде айтты маған, күшпен болды негізі. Айтты, үйленеміз. Жоқ, күштен бұрын сен жаңағына Ақтөбедегі болған жағдай бар, оңайшы жағдай. Сорланып қалдың ғой, балапаным. Соны айттың ба Рахымжанға, сені мына жақсы жігіт қой, айтып көрейінші деп айттың ба? Жоқ. Оны білмейді? Білмейді. Мен қыз емеспін, маған жолама деп айтпадың ба оған? Айттым мен. Сонда да зорлады ма күшпен алып сені? Енді сені ақтап алайық та, балапаным, айтшы. Сен кінәлі емессің, дұрыс па? Тағдыр саған сондай болды, ана оңбаған, шешеңнің тапқан оңбаған албасыз сотталып кетті ғой. Сол сені қорлады. Сен оған жазықты емессің, балапан, сен бала едің. Одан кейін ана жігіт сөйтті. Жақсы, Перизат өзіне келіп алам дегенше тілшілерімізге эфирге дейін сұхбат берген болатын. Экранға зер салайықшы. 2019-дың жаз мезгілі Перизат ол кезде қай сыныпта оқыдың? 8-ші класста оқыдым. Жасың? Жасым 15-те. Рахымжан білдің ба сенің жасыңның 15-те екендігін, кәмелет жасқа толмағаныңды? Білді. Сен танысқан кезде айттың жасыңды? 15-тем деп айттым. 18-дем деп айтпадың? Жоқ. Енді бұл қандай жер? Бұл не жер бұл? 34-ші мектеп. Яғни осы жерге Рахымжан өзі алып келді ма? Өзі алып келді. Қай уақыт аралығында келіп жүрдіңдер сендер бұл жерге? 2019-дың жаз айында. Яғни уақыт? Сағат 8-9-ның кезінде отырайық, әңгімелесейік деп алып келді. Ешқандай арам ой болмады ма сенде? Кешкі уақыт, мен не істеп жүрмін, қайда бара жатырмыз деген секілді? Болды, негізі қайда бара жатырмыз деп. Бірақ айтты, ешнәрсе болмайды, қорықпа деп, әңгіме айтамыз деп, отырамыз деп, сөйтіп айтқан тұғын. Ол не құшақтап бастады. Мен не құшақтайсың деп айттым. Қорықпашы, осындай ешнәрсе болмайды. Жақсы көрем ғой сені деп айтты. Перизат, Рахымжан сені ұрыпты ғой, рас па? Не үшін ұрды? Ол кезде сендер қыз бен жігіт ретінде араласып жүрсіңдер. Әлі өзіңнің құрсағында сәби бар екенін білмейсің. Білмеймін. Не себепті қол көтерді? Ол, короче, мені өстіп болды да тастап кетті. Сосын көшеде мені мазақ қылып жүрді. Мен айттым, неге өйтіп тастап кеттің, өйтіп неге жылатасың деп айтқам. Сол кезде сосын қасында қыздар. Короче, мен айттым, сосын боқтады. Бізде балаға сөз айтты оған. Сосын ол келді, ішімнен жүгіріп келді, тепті көшенің ортасында. Тепті да, қасында мен тәтем бар, тәтем мені қорғамақ болды, оның аяғынан тепті. Аяғынан тепті да, балаға сөз айтты, болға сөз айтты да, машина мінді қашып кетті. Машинада бір атаны болған. Сөйтіп қашып кетті, біз іздедік, тауа алмай қалдық та, сосын милицияға айттық. Сөйтіп айтты да, оны тауып келдік, милицияға апарып, сөйтіп сөйлестік. Сосын дәрігерлер айтты, дәрігерлерге апарып мені, ауырып тұрғаннан кейін. Дәрігерлер саған айтты ғой енді, қарындасым ол. Екінші рет сіңілім ау немесе. Сенің аяғын ауыр екен деген кезде қалай қабылдадың? Сендің бе? Сенген жоқпын. Бұл ақпаратты анана өзің айттың ба, әлде дәрігерлер айтты ма? Дәрігерлер айтты анама. Мама білмейтін, ол кезде үйде отырған. Қонақ келіп атқан үйде сол кезде болған жағдай. Жоқ, енді балам біріншісінде алдап, ана бір жаман жерге да, бір лас жерге, екі кештің ортасында алдап алып барды. Сөйлесеміз деп, жаңа болып қалды. Екі күннен кейін неменеге тағы да әңгімелесем деп бардың енді балапаным ау. Сол бірінші кезде әкең мені қарашы, әкең қандай несі бар, мінезі бар. Анаң бар, екеуі қорғайды ғой, жүгіріп кеп айтпадың ба? Мені қорлады, сөйтіп оңбаған деп.